сәлеметсіздер ме бесінші сынып оқушылары. Бұл сабақта біз сіздермен English Class 5 Students Book Unit 1 Numbers 1 to 20 тақырыбы бойынша берілген сабақтағы жаттығулардың жасалу жолымен және жауаптарымен танысып боламыз. Page 8, 8-ші бет. Сабақта бастамас бұрын басқа да пайдалы сабақтарды жіберіп алмау үшін осы каналға тіркеліп, егер сабақ пайдалы болса, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Бүгінгі сабағымызды бастайық. Exercise 1. Listen and repeat points and numbers. Жоғарыдағы сілтеме бойынша өтіп тыңдасаңыздар болады. Мұғалім сіздерге тыңдалым қойдырады. Сол тыңдалымда 1-ден 20-ға дейін сандарды атайды. Сіздер мына суреттің ішінен сол сандарды тауып, нұқып көрсетіп отыруларыңыз қажет. Мысалы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 деп ары қарай 8 деген сияқты өстіп 9, 20-ға дейін тыңдалымды тыңдап отырып, іштеріңізден қайталай отырып, және де сандарды көрсетіп отыруларыңыз қажет. Осымен бірінші жаттығу аяқталады. Бұл ауызша. Next, exercise 2. Work in pairs. How old are the people and the animals in the pictures? Play guess the age, the listen and check. Одан кейін екінші тапсырма мынау неге? Суреттерге қарай отырып, мынау сіздерге сандар берілген. Мысалы, бірінші. Мына суретке қарап отырып, мына бала қанша жаста деп ойлайсыз. Соны табуларыңыз қажет. Мысалы, I think, мен ойлаймын, he is 5, yes? Ол бала 5 жаста деп ойлаймын деген сияқты. Жауаптар мындай болады. He is 5, yes, I think he is 5. I think they are 9. I think she is 15. I think she is 18. I think he is 16. I think he is 3 months. 3 months. 3 айлық. I think she is 1 жаста. I think he is 2 жаста. I think he is 20. I think they are 13. 13 жаста. I think they are 4 weeks. Олар 4 апталық. I think she is 12. Yes, ол қыз 12 жаста деп ойлаймын деген сияқты. Сөйлем құрастырсаңыздар болады. Next, exercise 3. Play bingo, яғни bingo ойын ойнау. Follow your teacher's instructions. Яғни бұл жерде сіздер мұғаліміңіз белгілі 1-ден 20-ға дейінгі сандарды осындай түркізге жазып шығуды тапсырады. Одан кейін мұғалім сіздерге бір сандарды, сол өзі белгілі бір сандарды айтады. Сол сандарды айтқан кезде бір қатары, қай қатар сізде былай бір қатар толатын болса, сіз кімдікі бірінші толды, сол кісі бинго деп айқайлайды. Сол бірінші толтырған кісі ұтады. Осындай ойын бар бізде. Келесі, exercise 4. Listen to 5 people sing in TV talent show. Яғни бұл жерде тыңдалымды жоғарыдағы сілтеме бойынша қалдырып кеткен. Сол сілтемеге өтіп, тыңдалымды тыңдасаңыздар, бір шоудағы 5 әншінің әнін тыңдай аласыздар. Сол әншілерге сіздер өздеріңіздің балдарыңыз берулеріңіз керек. Қанша бал бересіздер? Мысалы, my score for number 1 is 10 out of 20. Яғни 20 балдың ішінен 10-ын беріп тұрмын дейді. My score is 5. Ал мен ол кісіге 5 бал беремін деген сияқты. Өз балдарыңызды бересіздер. Бұл жерде тыңдалымға берілген тапсырмалар. Бұл сабақта сонымен 8-ші беттегі жаттығулардың бәрін орындап болдық. Басқа да пайдалы сабақтар жіберіп алу үшін осы каналға тіркеліп қойыңыздар. Келесі сабақта кездескенше, goodbye. Сәлеметсіздер ме бесінші сынып оқушылары. Бұл сабақта біз сіздермен English Class 5 Students Book Unit 1 Numbers 1 to 20 тақырыбы бойынша берілген сабақтағы жаттығулардың жасалу жолымен және жауаптарымен танысып боламыз. Page 8, 8-ші бет. Сабақта бастамас бұрын басқа да пайдалы сабақтарды жіберіп алмау үшін осы каналға тіркеліп, егер сабақ пайдалы болса,
видеоға лайк басып достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Бүгінгі сабағымызды бастайық. Exercise 1. Listen and repeat points and numbers. Жоғарыдағы сілтеме бойынша өтіп тыңдасаңыздар болады. Мұғалім сіздерге тыңдалым қойдырады. Сол тыңдалымда 1-ден 20-ға дейін сандарды атайды. Сіздер мына суреттің ішінен сол сандарды тауып нұқып көрсетіп отыруларыңыз қажет. Мысалы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 деп ары қарай 8 деген сияқты өстіп 9, 20-ға дейін тыңдалымды тыңдап отырып, іштеріңізден қайталай отырып, және де сандарды көрсетіп отыруларыңыз қажет. Осымен бірінші жаттығу аяқталады. Бұл ауызша. Next, exercise 2. Work in pairs. How old are the people and the animals in the pictures? Play guess the age, then listen and check. Одан кейін екінші тапсырма, мынау неге? Суреттерге қарай отырып, мынау сіздерге сандар берілген. Мысалы, бірінші. Мына суретке қарап отырып, мына бала қанша жаста деп ойлайсыз. Соны табуларыңыз қажет. Мысалы, I think, мен ойлаймын, he is 5, yes? Ол бала 5 жаста деп ойлаймын деген сияқты. Жауаптар мындай болады. He is 5, yes, I think he is 5. I think they are 9. I think she is 15. I think she is 18. I think he is 16. I think he is 3 months. 3 айлық. I think she is 1 жаста. I think he is 2 жаста. I think he is 20. I think they are 13. 13 жаста. I think they are 4 weeks. Олар 4 апталық. I think she is 12. Yes, ол қыз 12 жаста деп ойлаймын деген сияқты. Сөйлем құрастырсаңыздар болады. Next, exercise 3. Play bingo, яғни bingo ойын ойнау. Follow your teacher's instructions. Яғни бұл жерге сіздер мұғаліміңіз белгілі 1-ден 20-ға дейінгі сандарды осындай түркізге жазып шығуды тапсырады. Одан кейін мұғалім сіздерге бір сандарды, сол өзі бір белгілі бір сандарды айтады. Сол сандарды айтқан кезде бір қатары, қай қатар сізде былай бір қатар толатын болса, сіз кімдікі бірінші толды, сол кісі бинго деп айқайлайды. Сол бірінші толтырған кісі ұтады. Осындай ойын бар бізде. Келесі, exercise 4. Listen to 5 people sing in TV talent show. Бұл жерде тыңдалымды жоғарыдағы сілтеме бойынша қалдырып кеткен. Сол сілтемеге өтіп, тыңдалымды тыңдасаңыздар, бір шоудағы 5 әншінің әнін тыңдай аласыздар. Сол әншілерге сіздер өздеріңіздің балдарыңыз берулеріңіз керек. Қанша бал бересіздер? Мысалы, my score for number 1 is 10 out of 20. Яғни 20 балдың ішінен 10-ын беріп тұрмын дейді. My score is 5. Ал мен ол кісіге 5 бал беремін деген сияқты. Өз балдарыңызды бересіздер. Бұл жерде тыңдалымға берілген тапсырмалар. Бұл сабақта сонымен сегізінші беттегі жаттығулардың бәрін орындап болдық. Басқа да пайдалы сабақтар жіберіп алу үшін осы каналға тіркеліп қойыңыздар. Келесі сабақта кездескенше goodbye.